Бұл жерде Бетховеннің өмірі және басқа да шығармалар туралы сіздер өз беттеріңше сөз тапсырмалары арқылы білетін боласыздар, қайталайтын боласыздар. Ал бұл жерде сөз болатын аспаптық камералық шығармашылығы. Бетховеннің шығармашылық мұраларының ішінде басты орын алатын 16 квартеті. Бұл квартеттік музыкаға тән психологиялық ерекшелікті дамыта отырып, айқын жаңа орта өзіндік камералық аспаптық стиль қалыптастырды Бетховен. Алғашқы Вена классикалының шығармаларында ансамбльдік музыканың көңіл көтеру характерінен арыла бастағаны байқалады. Полифониялық әуенге ерекше назар аударылады. Бетховен осы қалыпты дамыта түседі. Оның алғашқы 6 квартеттерінде осы әсерлі тереңдік байқалады. Жаңа ағым 1806-1807 жылдарда Вена орыс өкілі болып саналатын қызмет атқарған сол кездерде граф Разумовскийге арналған болатын. Соның ішінде жаңа Бетховеннің 7-ші, 8-ші, 9-ші квартеттері. Бұл квартеттерде орыс халық әуендерінің ізі байқалады. Мысалы, 10-шы ми бемоль мажорлы квартетінде және 11-ші фа минорлы квартетінде. Бұл 19 ғасырдағы батыс еуропалық музыканың белгілі бір жаңалығы, сонымен қатар жоғары шыңы болып саналады. Бұл шығармалардағы психологиялық бейнелердің тереңдігі классикалық өнердің өзіндік жаңалығы. Бұрын кездеспеген батылдық музыкадағы күрделі композиция замандастарын аса таң қалдырады. Ішкі бірлік музыкадағы даму кеңдігі, дыбыстың күштілігі бұл квартеттерді симфонияға жақындата түседі. Бірақ Бетховеннің симфонияларының мазмұны квартеттерінен ой дамытуыменен ерекшеленеді. Қарапайым шиеленіс оның квартеттеріндегі симфонияға тән болса да, ол осы квартеттерде соның бір белгілі бір тақырыптық бөлшегін алып дамыта түседі. Шектік квартеттермен қатар Бетховен көптеген камералық аспаптық шығармалар, 3 квинтет, 6 фортепианолық трио, 10 скрипкаға арналған, 5 виолончельге арналған сонаталарын жазады. Осылардың ішінен шоқтығы биік шекті квинтет до мажорлы. Бұл 1801 жыл жазылған. Скрипкаға арналған, виолончельге арналған сонаталарда зор құндылықтар бар дүниелер. Сондай сонаталарының бірі Париж скрипкашысы Рудольф Крейцерге арналған Крейцерова сонаты деп аталады. Ол ля минорлы 1803 жыл жазылған. Бетховеннің операларының ішінде ол жалғыз ғана опера жазған өзінің шығармашылығында. Онда жаңағы революциялық ойды тереңдете түскендей осы Фиделио операсының негізгі басты бағыты да азаттық жеңіске деген шиллерлік рухты, болашаққа сенімді нықтай түскендей. Бетховен бірнеше сахналық музыкаға бет бұрады. Венада қойылған алғашқы сахналық қойылымы Прометей. Бұл ежелгі грек мифіндегі адамзатты бақытты еткен Прометей бейнесін композитор трагедиялық музыкамен айқындай түседі. Сондай трагедиялық музыкасының бірі Гетенің Эгмонт трагедиясына жазылған музыкасы. Мұнда да трагедиялық батырлық күресті сөз етіп, музыка өнімінен революциялық батырлық жағын өрістете түседі. Композитордың маңызды шығармаларының қатарына салтанатты мессасын жатқызуға болады. Бұл шығармасы 4 солист хор және оркестрге арналған. 9-шы симфониямен бір мезгілде жазылған месса терең философиялық ойды, жаңашылдықты бере білген. Вокалды лирикада Бетховен шығармашылық мұрасында аспаптық музыкаға қарағанда аз орын алады. Бірақ соның ішінде де ол 80-ге жуық әндер, 20-дан астам канондар, бірнеше ария вокалдық ансамбльдер жазады.
барлық шығармашылық жолында Бетховен ән жанрына аздап көңіл бөлген. Бұнда неміс әндеріндегі тұрмыстық өнер басты терең сезіммен беріледі. Бұл жанрдағы жаңағы вокалды симфониялық жанрдағы шығармалары қатарына 1803 жылы жазылған Гетенің өлеңдеріне жазылған лирикалық философиялық әндері жатады. Соның бірі алыстағы сүйіктіме деп аталатын 1816 жылы жазылған алғашқы ән циклі еді. Мұнда жаңағы лирикалық бейнеге бірінші рет бет бұрады Бетховен. Сондай танымал әндерінің бірі бүгінгі күнде де студенттердің арасында аспапта да, ән жанрында да айтылып орындалып жүрген ол Сурок. Бұл тамаша әні Бон қаласында жүрген кезеңдерде жазылған екен. Өз шығармашылығында композитор халықтық, ұлттық нақышты сол қалпында қалдырып, әдемі гармониямен байыта түсіп бере білген. Сонысымен де Бетховен шығармалары көбірек романтикалық стильге жақынырақ келеді дейміз.